Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен бента тортын дайындаймыз. Қазіргі трендтегі торт. Ең алдымен вишневый конфитюр пісіріп аламыз. Қатырылған вишня, сахар, крахмал және де су, 2 ас қасық су. Осыны қайнатамыз баяу отта. Үнемі араластырып отырасыздар қоюланғанша. Астын күйдіріп алмаңыздар, сол үшін баяу отқа қойыңыздар, орташа отқа. Мінекей біраз уақыттан кейін осылай қоюланады. Басқа ыдысқа салып суытамыз. Пищевая пленкамен бетін жауып, осылай тегізесіздер бетіне. Суытамыз. Келесі начинкамызға грек жаңғағын тураймыз. Бұл біздің тортымыздың начинкасына. Ал енді бисквитін пісірейік. Шоколад пен сары майды ертесіздер. Водяная баня дейді ғой, астына су қайнатып, үстіне ертіп аламыз. Мінекей шоколадымыз еріді. Енді 4 жұмыртқаны миксерлейміз, үстіне аз-аздап қантты қоса отырып. Жақсылап миксерлейсіздер. Одан кейін құрғақ заттарды бірге араластырып, бір шетке алып қоямыз. Ал оған дейін еріген шоколадымызды жұмыртқаға араластырамыз. Жақсылап біріктіресіздер миксермен. Әбден біріктіргеннен кейін құрғақ азық-түліктерімізді саламыз. Яғни ұн, қопсытқыш және де какао. Жақсылап араластырамыз біріктіріп. Енді осыны үлкен противенге салып, бәрін бірге саласыздар. 180 градуста пісіріп аламыз. Кез келген бисквит қолдансаңыздар болады. Мынау менде диаметрі 12 сантиметр дөңгелектің форманың. Дәл осындай форма жоқ болса, қағазға сызып алыңыздар 12 сантиметрмен. Дөңгелек етіп. Мінекей осыдан 3 торт, бента тортын шығарамыз. Торттың ішіне арналған крем, сливки, творожный сыр, сахарная пудра. Осыларды жақсылап біріккенше, қоюланғанша миксерлейсіздер. Одан кейін кондитерский мешокқа салып, тортымыздың арасына жағып шығамыз. Пропитка айтпақшы. Жылы сумен, немесе комнатный температуралық сумен кофе араластырдым. Аздап қатты шылқытпай жағып шығасыздар суды. Одан кейін кремді жұқалап бір жағып аламыз. Тегістейміз. Тегістеп болғаннан кейін жан жағына дөңгелектетіп осылай жағып шығасыздар кремді, арасына начинкасын салу үшін. Негізі бұл 2 тортқа жетеді, 2 бента тортқа, бірақ мен 1 тортқа ғана қолдандым, жартысын былай жей салдық. Енді торттың сыртын қаптаймыз. Жұқалап бір қаптап аласыздар да. Пищевая пленкамен орап, бір түнге холодильникке қалдырамыз барлық торттарды. Сонда бисквитке крем жақсылап сіңіп, дайын тұрады. Келесі күні оформление жасағанға ыңғайлы болады. Мінекей пищевая пленкаға ораймыз. Осылай бір түн сақтайсыздар, немесе 4-5 сағат. Келесі тортымыз. Іші начинкасы ғана өзгеше, қалған бәрі бірдей. Крем сол бір кремді мен 3-ке бөлдім, 3 тортқа. Екіншісінің начинкасы просто жаңғақ, грек жаңғағы. Бетін аздап креммен жауып шығамыз. Торттың сыртын қаптаймыз, жұқалап қана сіңу үшін. Келесі 3-ші тортқа мен басқа пропитка қолдандым. Сгущенка мен су. Кәдімгі үй температурасында тұрған су жарай береді. Көп бисквиттерге осы пропитканы қолдансаңыздар болады. Кремді жұқалап жағып аласыздар. Бұл кремге фисташковый крем қостым, фисташковый паста. Одан кейін арасында фисташка жаңғақтарын турап-турап саламыз. Дәмі кішкене өзгеше болсын деп. Мінекей жұқалап қана сыртында қалған кремді жағасыздар. Ішкі кремнен қалған крем. Сыртын қаптайын кремді енді жасаймыз. Мінекей үшеуінде солай салып қоясыздар. Енді сыртқы крем, сахарная пудра, үй температурасында еріп тұрған сары май,
Одан кейін творожный сыр. Ең алдымен сары май мен сахарный пудраны біріктіріп аласыздар да, одан кейін творожный сырмен араластырамыз. Мінекей бізде осындай плотный крем шығады. Сыртын қаптауға өте ыңғайлы. Мынау менде бір түн холодильникте тұрды торттарым. Сол сыртына арналған кремді үшке бөлесіздер де қаптап шығасыздар, тегістеп. Шетін тегістейміз. Крем жетпей қалған жерлеріне крем жағып жүрсеңіздер болады. Артық жерлерін алып, жетпей қалған жерлеріне жамайсыздар. Осы бірінші тортты ғана толық көрсетемін қаптауын. Қалған екеуінде дәл осылай қаптап шығасыздар. Тек қана кремге краситель қоса бересіздер, краситель қосқыларыңыз келсе. Мінекей осылап тегістейсіздер. Жетпей қалған жерлеріне жағып. Шеттерін түзулейміз торттың. Тағы да жетпей қалған жерлеріне жағамыз крем. Теп-тегіс әдемі болып шыға келеді. Подложканың жан-жағына жағылған кремдерді тряпкамен сүртіп алып тастасаңыздар болады, немесе салфеткамен. Мінекей дайын. Салфетканы сулап алып сүртіп алдым. Енді осы торттың сыртын әрлеу үшін қалған кремге көк пен сары краска араластырдым. Қазіргі бента торттық хит болып жатыр, білесіздер. Осылай әртүрлі түстермен әрлейді. Негізі торттың сыртын тегіс қаптау міндетті емес. Бента торты өзі қисық-қисық солай әрленетін торт. Тегістелмей әрлеуге болады бента тортын. Сонысымен ерекше бұл. Бірақ мен кішкене түзулеп қойдым сыртын. Сіздер түзулемей жасай берсеңіздер де болады. Қалаған түстеріңізді алып боясаңыздар болады, немесе ақ күйінде қалдырсаңыздар болады. Осындай шпажкамен жазып алдым алдымен, одан кейін ақ креммен үстінен басып шықтым. Ақ кремнің үстінен көк немесе сары креммен басып шықсаңыздар, тіпті әдемі болып шығады. Happy day деген жазу жаздым. Бақытты күн. Екінші тортты дәл солай қаптайсыздар, бірақ сары краска қостым. Смайл жасап жатырмын, күліп тұрған смайлик. Шоколадпен өте оңай. Мінекей дайын. Енді үшінші тортты қаптаймыз. Бұл тортты мен көк краситель қосып қаптадым. Жан-жағын тегістеп аласыздар. Дәл бірінші тортты қаптағандай тегістеп қаптап шығасыздар. Шетіндегі артық кремдерін алып тастаймыз, түзулеп. Бұл жерге мен гүл тәріздес оформление жасаймын бетіне. Ортасына сары түспен, шет-шетіне ақ. Сарының үстінде де күліп тұрған смайлик болады. Тағы да сары краскамен крем жағып, бетін түзулеп жібересіздер. Қалаған суреттеріңізді салсаңыздар болады. Мінекей 3 тортымыз да дайын болды. Өте сүйкімді. Салмағы где-то 350-500 грамм арасында. Ал енді ішкі дүниесін көрсетейін сіздерге. Тортты қаптап болғаннан кейін 1-2 сағат тұрсын холодильникте. Сіңіп, біріншісінің ортасы вишневый конфитюрмен. Өте дәмді болады, қыздар. Жасап көріңіздер, пісіріп көріңіздер.
Жаңағы вишневый конфитюрді кез келген тортқа да қолдана берсеңіздер болады. Екінші тортымыз грецкий орехпен. Бұның да өзгешелік дәмі бар орехтың әсерінен. Үшіншіміз фисташкамен. Ал қыздар, бента торттарымыз дайын. Сіздерден кері байланыс күтемін. Ас болсын, міндетті түрде пісіріп, отбасыларыңызды қуантыңыздар.